Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді қарыннан салат дайындаймыз. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар және қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Сонымен салатты бастайық. Өте дәмді деликатес салатты дайындау үшін бізге жылқының қарны немесе қартасы қажет болады. Мен жылқының қарнын пайдаланамын. Жақсылап салқын суда иісін кетіріп жуып аламыз. Қарынды өте жұмсақ етіп пісіріп аламыз. Мен холодильникке жарты сағатқа қойып қоямын. Тураған кезде формасын әдемі ұстап тұруы үшін. Дәмі өте ерекше болып шығады. Осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте бір бас пиязды алып, оны да ұзынша әрі жіңішке етіп турап шығамыз. Пиязымызды ыдысымызға салып, сәбізімізді үккіштің ұзын көзінен өткізіп шығамыз. Егер де сіздерде үккіш жоқ болса, өте ұсақ етіп турап алсаңыздар болады. Енді келесі кезек осылардың барлығын қуырып аламыз. Газымызды жағып, табамызды қойып, үстіне аздап сұйық май құямыз. Бірінші пиязды қуырып аламыз. Жұмсартып, кішкене қызарғанын күтеміз. Пиязды қуырып болғаннан кейін сәбізді де дәл солай жұмсартып қуырып аламыз. Қатты езіліп кетпеуіне мән беріңіздер. Енді салатымызды жинап араластырамыз. Қарынның үстінен жаңағы қуырып алған пияз бен сәбізді саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және кішкене қара бұрыштан да қосып жібереміз. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде сіздер де осы салатты жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі пайдалы, әрі өте оңай жасалады. Бұл салат менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Салатымыз дайын. Ыдысымызға салып, ыстықтай дастарханымызға ұсына беруге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Балнұр. Ас болсын, сау болыңыздар.